Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сыныпта кім жоқ екен? Түгел дейміз, топ başı қайда? Сыныпта барлығы түгел. Тамаша, отырамыз. Алдымен 5-ті ережесін еске түсірейікші балалар кәне. Сыныпта сағаттарымыз, ұлы талаптарымыз, тыныштықты сағаттарымыз, тазалықты сақтаймыз, бүгінгі күнімізді татулықпен өткіземіз. Тамаша. Олай болса балалар, бүгін сабағымыз бастамас бұрын амандасу, танысу жаттығуы дегеніміз бар екен. Сол бойынша топқа бөлініп алайық. Мына жерде мен асықты беріп тұрамын балалар. Бір оқшыдан тұрамыз, кезекпен өз атымызды айтамыз, және өз бойымыздағы жақсы қасиетімізді, бірінші әрпімізді. Соған байланысты жақсы қасиет. Мысалы, мен Айжан Ақжарқын қызбын деген сияқты, солай өз аттарыңды айтасыңдар да, бас әрпіне байланысты өз бойларындағы жақсы қасиеттерін бірін айтып, асықты алып, мына асықтың түсі қандай, сол топқа барып отырамыз, бірінде, кәне, кезекпен. Келе ғой. Неге аламыз? Менің атым Нұрғиса, намысшыл жігітпін. Тамаша. Нұрғиса ізгілік тобына, осы жерде қалады екен. Келесі. Мен Нұрислам, нұрлы балам. Тамаша. Нұрисламда осы жерде қалады екен. Кәнекей. Келесі. Менің атым Айгүл, ақылға қызбын. Тамаша. Ой, бәрі осы жерде қалып болды ма сен? Кәнекей. Менің атым Қасиет, қамқорбын. Тамаша, қамқор қызбын, сүйіспеншілік тобына барасың, Қасиет. Кәнекей. Тамаша, Бағдаулет, сен мейірімділік тобына келеді екен. Асығының түсі мейірімділік тобына келді сенгі. Кәнекей. Менің атым Дархан, дарынды жігітпін. Тамаша, сен де Дархандар мейірімділік тобына кетеді. Кәнекей. Менің атым Рамазан, мен дарынды. Иә, Рамазан деген. Дарынды жігіт деген. Дарынды жігіт. Рақымшылмын десең бола ма? Иә, кәнекей бұнда. Сүйіспеншілік тобына барасың. Кәнекей. Менің атым Батухан, батыл жігіт. Батухан, батыл жігіт деген бізде. Менің атым Жанна Жайдарымыз екен бізде. Осында қалады Жанна, тағы. Менің атым Аяна, адалымызбын. Иә. Аяна сүйіспеншілік тобына кетеді. Ұлдана ұқыпты қыз деген. Ұлдана сен ізгілік тобына келесің. Менің атым Көбей, көрікті. Тамаша, сен де Көбей ізгілік тобына келесің. Келе ғой. Кім алмады кән жақындаймыз? Назым. Назым қандай қызбыз? Нәзір қызбын. Тамаша. Иә, ұлғаның ізгілік тобына келесің. Тағы кім қалды кәсі? Қалғар. Мен есімім Айым, мен Ақыл. Тамаша, Айым сүйіспеншілік тобында қалды. Мен Айзере, адалымызбын. Айзере мейірімділік тобында қалады. Мен Аслан, ақылды жігіт. Тамаша, Аслан мейірімділік тобында қалады. Менің атым Асқар, айбарлы жігіт. Асқар айбарлы жігіт дейді, мейірімділік тобына. Тамаша, топқа бөлініп алдық па? Қыздар, жақсы, тамаша. Одан болса, ары қарай жағымдық үйге еніп, көңілімізді тыныштандырып алайық, балалар, көзімізді жұмамыз, қолымызды алдымызға қоямыз. Арқамызды тік ұстап отырмыз. Көзімізді жұмып, терең тынысыңыз. Әрбір тыныс алған сайын неғұрлым көбірек босаңсын. Сабырлы болуға тырысыңыз. Қазір біз орныңға серуенге шығамыз. Өзіңізді
сынып есігіне қарай беттеп, есікті ашқанымызда, дәлізбен өтіп, далаға шыққанымызды елестетіңіз. Таза ауа жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін және бетіңізді сәл-пәл қыздырған күн сәулесін сезініңіз. Ойынға қарай жүре бастаңыз. Келе жатқанда абай болыңыз. Жәндіктерді басып кетпейміз. Бір минут тоқтап, айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігімен балғындығын сезініңіз. Гүлдердің біріне жақындап, еңкейіп, оның нәзіктігімен жұқалығына зейін салыңыз. Оны иіскеңіз және хош иісін жұтыңыз. Айналадағы бір нәрсені бақылап, әрі қарай жүре беріңіз. Гүлдер мен ағаштардың иісі, құстардың дауысы және жәндіктердің иісі. Орманға енбей түсіңіз. Қараңызшы, ағаштар биіктей әрі қалыңдай түсті. Жарық пен көлеңкенің ойынын қызықтаңыз. Жапырақтардың сылдырын тыңдаңыз. Біз өзімізді орманда бақытты әрі қауіпсіз сезінеміз. Алаңқайға шығып, осында бірнеше минут демалыңыз. Түбіне барып, отырғыңыз келетін ағашты таңдаңыз. Ағашқа жақындаңыз да, оның діңінен құшақтаңыз. Оның қуаттылығын сезініңіз. Ондағы өмір қуатын сезінуге және ұғынуға тырысыңыз. Енді оның діңіне арқаңызды сүйеп отырыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Терең тыныс алыңыз. Және қоршаған айналаның жым-жырт тыныштығына көңіл бөліңіз. Бізге қалайша жеңіл, әрі тыныш және бақыт сезіну қандай? Табиғат неткен ғажап. Оны қалайша сүйетінімізді және қадірлейтінімізді бірде-бір тірі жәндікке зиян тигізбес үшін қамқорлық жасауды түсінеміз. Сіздің өз ағашыңыз бар екенін және кез келген уақытта оған келе алатыныңызды есте ұстаңыз. Ал қазір оқу орнынан қайтуға дайындалыңыз. Орныңыздан тұрып, айналаға тағы бір көз қырын салыңыз. Келген жолыңызбен кері қайтыңыз. Жолыңыздағы жәндіктерді басып кетпейміз. Міне, оқу орныңызға да келіп жеттік. Айналаңызға тағы бір қараңыз. Таза ауаны терең жұтыңыз. Есікті ашып, өз орныңызға қайтып келіңіз. Осы жым-жырттық, тыныштық, қанағат сезімін өзіңізде сақтаңыз. Көзіңізді ашып, күлімсіреңіз. Тамаша, көзімізді ашамыз. Орман елестеттік па, балалар? Олай болса, үй тапсырмасын есіңізге түсіріп алайық. Үйге қандай тапсырма бердің, балалар? Айта қойған. Үйге атанам бізге адамдар мәлімет беру. Атанам бізге адамдар деген мәлімет оқып келу. Оқыдық па, балалар? Тамаша. Атанам ізгі адамдар дейді. Кәнекей, оқығанда ол жерде атананың бойында қандай ізгі қасиеттер сіздерге ерекше сүйсіндірді? Кәнекей, кім айтады? Ал көбей айтамыз. Атананың бойындағы ізгі қасиеттері және мейірімділігі балалар үшін өмір беруге дайын. Тамаша. Ал атананың рөлі, отбасыдағы рөлі қалай деп ойлайсыңдар? Қандай деп ойлайсың? Аян айтамыз. Отбасындағы атананың рөлі балаларын бағып өсіру, оларды ешкімнен кем қылмау және де олардың
тәрбиелерін жақсы қылу. Иә, тамаша. Ары қарай осы жерде, осы әңгімеде байқадыңдар ма? Автор қандай құндылықтар бойына сіңіріп өсті өзінің ата-анасынан? Ұстаз. Аха. Жағына айта ғой. Автор бала кезінен бойына шыншыл болуды, біреудің ала жібін аттамауды, мейірбан болуды, кісіге жаманшылық жасамауды ата-анасынан бойына сіңіріп өсті. Иә, шыдамдылықты, төзімділікті үйренді, иә? Иә. Ал ата-ана мен отан алдындағы парыз қалай деп түсінеміз? Отбасының алдындағы, ата-ананың алдындағы парызымыз қандай деп білеміз біз? Кім біледі? Иә, айталық. Ата-анамызды қадірлейміз және құрметтеуіміз керекпіз. Құрметтеуге парыздымыз, және жақсы азамат болып, жақсы азамат болып өсуімізге міндеттіміз. Иә, бізде тамаша. Ары қарай жүрегі сүйіспеншілігі толы адамдар болу үшін қандай қасиеттер бойымызда болу керек екен? Иә, Асқар айта ғой. Кісілерге көмектесіп, кішіге қарап, оларды құрметтеу керек, оларға көмектесіп, қарап жүру керек. Әрдайым мейірбан, жақсылық жасауға жанымыз құштар болу керек. Не балалар, иә? Тамаша, үй тапсырмасын барлығыңыз орындап келіпсіздер. Тамаша, олай болса, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы отбасының жылуы деп аталады екен. 17-ші сабақ. Отбасының жылуы. Отбасы туралы кім мақал мәтелді? Кім біледі? Ал, қолдан айта ғой. Отбасы шағын мемлекет. Иә, тағы да айта ғой. Отан басталады. Иә, отан отбасынан басталады, иә? Көбей. Отбасы тәрбие ошақ. Ой, тамаша. Айыр. Отбасының ошақпасы. Тамаша. Иә, Айзере. Отан қуат, отбасы шоқ. Тамаша. Отбасы туралы тамаша мақалдар біледі екенсіздер, иә? Тамаша, жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз отбасының жылуы. Бұл сабағымызда біз жанашырлық, шынайылық деген қасиеттерді бойымызға сіңіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашады екенбіз. Олай болса, сабағымыздың позитивті мәлімдемесі, яғни дәйек сөзіміз үйінде бақытты адам, әлемде бақытты деген дәйек сөз бар екен. Ал осы дәйек сөзді бәріміз бірге айтайықшы, кәлеке. Бірге. Кәлеке. Үйінде бақытты адам, әлемде бақытты адам. Тамаша. Бүгінгі күнді жазамыз дәптерімізге. Тақырыпты жазамыз, дәйек сөзді жазып аламыз, дәптерімізге. Ары қарай мен сіздерге ары қарай бір бейне ролик қояйын. Соны тыңдап аламыз. Тақырыбымызды аша түсейік бүгін ары қарай. Отбасы деген не? Отбасы жарық дүние көзіңді ашқан сәттен бастап айналып толғанып, қорғап қоршап бауырына басатын теңдессіз ыстық ұят. Отбасы дүниеге шыр етіп келген сәбидің бірінші рет өзінің сенімді сезінетін, жан рахатына бөленетін алғашқы бақыты. Отбасының жаңа қосылған мүшесіне анасы дүниеге келген сәттен құлағына сүйіспеншілік болуымен оған жалғыз емес екенін сыбырласа, әкесі жанында қолдаушысының әрқашан арқа сүйер асқар таудай сенімді тірегінің бар екенін сездіруге тырысып жатады. Сәби мына кең дүниені оған жанұясының ашып берген көз арқылы көре бастайды. Жылдар жылжып, балалық шақ өтіп, жастық шақ жеткіншек болады. Отбасы өмірдің әр баспалдағын өз аяқтарымен басу үшін сәбиін қанаттандырып өмірге баулайды. Балаға жанқиярлықты, опалы болуды, жақсы мінез бен иман негіздерін үйрететін кең ауқымды тәрбие мекені. Әр адам ұлттық мәдениет, дәстүр және құндылықтардың отбасынан мирас болады. Ана баласы қайғыны да қуанышты да отбасымен бөліседі. Жауапкершілік, әділеттілік және ар-намыстың не екенін отбасында көреді. Адамгершілік сезімдері қалыптасады, алғашқы дағдыларды меңгереді. Осы жерде бала
алғаш басына түскен әр түрлі тұрмыс иірімдерінен шығудың жолын іздеп, шама шарқынша одан құтылудың шарасын қарастыруды үйренеді. Тамаша, бейнероликтен не ұғындық балалар? Ұнады ма бейнеролик сіздерге? Отбасында сүйіспеншілік қалай болу керек екен? Отбасында сүйіспеншілік қандай болу керек? Иә, айта ғой. Отбасындағы сүйіспеншілік тату-тәтті болу керек, бауырмал болу керек, бір-біріне адал болу керек. Иә, тамаша. Сіздер ата-аналарыңызға сүйіспеншіліктерді қалай білдіресіздер? Иә. Ата-аналарымызға сүйіспеншілігімізді оларға көмектесіп, әрқашан оларға қолдау көрсетіп, оларды жақсы көріп, оларды әрқашан қорғап, оларды мұң айтпай жүреміз. Тамаша. Олай болса, сіздерге мен мұғалім сыйы ретінде бір әңгіме алып келдім. Соны оқып жіберейін, балалар, тыңдаңыз жақсылап. Бұл жерде асығыс үкім деген әңгіме. Бір кісінің үйінің төменгі қабатында ағаш өңдейтін шеберханасы бар дейді. Ол есікке терезе жасап күнелтіпті. Бір күні жұмыс істеп жатқанда электр қуаты сөніп қалады. Ұзақ уақыт бойы күтсе де жанбайды. Қасарысқанда сол күні тапсырыстары өте көп екен. Біраз демалу үшін үйіне көтеріп бара жатып, сақтандырғышты көз түседі. Біреу сақтандырғышты өшіріп қойған секілді. Ажыратқышты қосқанда цехта жарық жанады. Бірақ мұның мәнісін түсіне алмайды. Жұмысқа қайта кіріскенде сол нәрсе тағы қайталанады. Бірақ бұл жолы кінәлі адамды көреді. Баласы үй мен цехтың арасындағы сатыдан дыбыссыз ақырын түсіп, сақтандырғыштың өшіріп жатқан кезінде әкесі дәл алдынан көрген. Әкесі 10 жасқа енді толған баласының мұндай опасыздығын кешіре алмайды. Соның кесірінен бір күні босқа кетті ғой. Бұл бір рет қана істеген болсам бәлкім кешірер ме? Шаштарын ұстап, шапалақпен тартып жіберді. Баласын жазалап. Баласының көз жасына қарамастан үйіне кіріп әйеліне былай деді. Мына баланың мектепке кімдермен араласатынын білуіміз керек. Егер сол бос жіберген болса, басымызға бәле болуы мүмкін. Кейін ең оңай жолын табады. Баласын еш қалдырмай ұстап жүретін күнделігінің достарына қатысты мәліметі бар еді. Баласы күнделігін көрсеткісі келмесе де тыңдамай оны оқи бастайды. Баласының ең соңғы бетіне былай жазғанын көреді. Бүгін түнде жаман түс көрдім. Цехта жұмыс істеп жатқан кезде әкемді топ ұрған екен. Әкем қауіп қатерден аман болса екен. Мен қолымнан келгеннің бәрін істеймін деп жазған екен дейді баласы күнделігіне. Бұл жерде не түсіндік балалар? Ал айта ғой. Әкесінің баласының нақты ойын айта алмағанын, баласын жасөспірімден ұрғанын енді білді. Иә, оқиғаның мәнісін түсінбей жатып, байыбына бармай, әкесі баласын асығыс жасады, асығыс жазалады, сонда баласының ойында қандай әрекетке баруына не себеп болды баласының әрекет? Айта ғой. Баланың осында әрекетке баруына түсіндегі оқиға себеп болды. Ол әрдайым әкесінің аман болғанын, қасында болғанын қалады, әрдайым да отбасында барлығының аман болғанын қалады. Ал өзгелерге жаңашылық танытасыңдар ма балалар? Айзере айта ғой. Өзіміз іні-сіңлімізге қамқор болып, сабағына көмектесіп, қамқор болып, соларға қарап жүреміз. Және де ата-анамызға көмектесеміз, сыныптастарымызға да кейбір кездерде қолғабыс етеміз. Ол үшін береміз, тамаша. Әрдайым жақсылық жасауға жағымыз күштар болу керек екен, балалар. Жалпы отбасы дегеніміз балалар бірлесіп күн көретін туыстық қатынастағы бірге тұратын адамдар еді. Отбасы дегеннің бірінші. Ал отбасы күнінің қашан тойланатынын білесіздер ме біздің елімізде? Отбасы күні бізде қыркүйек айының 2-ші жексенбісінде тойланады. Жазып алсаңыздар болады, дәптерге әрдайым естеріңде болса, жазып алсақ болады.
Олай болса балалар, ары қарай бізде шығармашылық жұмыс орындаймыз. Кітабымызда бірінші тапсырма бар екен. Кітабымызды ашсақ, бірінші тапсырмада, 12 сабақта бірінші тапсырмада қандай? Төменде берілген мақал мәтелдердің жалғасын тауып жазады екенбіз. Кәнекей дәптерге орындайықшы. Дәптерге қазір орындаймыз. Мақал мәтелдерді жалғасын жазады екенбіз, орындайды екенбіз. Кім жазып болса, бірінші мақалды айтса болады, иә? Бәріміз асықпай орындап аламыз дәптерге. Оқып балалар. Кәнекей, бірінші мақалды кім оқиды? Ал, оқи қой. Жаңа. Ата көрген оғжанар, шеше көрген тоңқышы. Тамаша, басқаларыңыз да осылай болды ма балалар? Иә, екіншісін оқи қой, көрейін. Қыз өссе жердің көркі, қыз өссе ұлттың көркі. Елдің көркі шығар. Қыз өссе жердің көркі. Гүл өссе жердің көркі дейді. Қыз өссе елдің көркі болады, иә? Ары қарай Асқар, үшіншісін оқимыз. Балапан ұядан не көрсе, ұшқанға соны іледі. Иә, тамаша, дұрыс. Ал, төртіншісі, ұлдана. Ата адамның қадірін балалы балалар білсін. Иә, тамаша. Орындап қойдық қой, иә? Иә. Ары қарай енді бізде осы жерде постер қойған, мен постер дайындап алып келдім. Әр топқа топтық жұмыс жасаймыз, иә, балалар? Мына жерде бізде сіздерге туыс бауыр деген постер, қандай туыс бауырдың қандай қасиеттерін білесіздер? Сіздерге отбасы деген, отбасы қандай болды, қандай отбасылар білесіздер? Оларды постерді жазамыз, иә? Үлкен бір әдемі анықтық маркермен жазамыз, жан-жағына сіздерге ата-ана деген постер. Кәнекей, тамаша орындаймыз, шуламаймыз. Енді тамаша бір музыка қойып қоямыз, сол музыка біткенше тапсырманы аяқтаймыз, иә балалар? Анық үлкен де қып жазыңдар, үлкен қып жазыңдар. Мына музыка бітеді ғой, сол кезде тапсырманы тоқтатамыз, иә?
Мейірімділік тобы шығамыз ба? Қан? Ізгілік тобы шығамын дейді бірінші. Әнекей қорғаймыз өзіміздің берілгеншілік алысқа бармаймыз. Жақын тұрамыз. Әнекей отбасы сөзіне постер қорғадық, иә? Ал айтамыз. Отбасыға ұйымшылдық, ізгілік, татулық, бақыт, сыйластық, сүйіспеншілік, адамгершілік, мейірбан, қамқорлық жетеді. Иә, отбасы, ізгі отбасы, ұйымшыл отбасы болады екен, қамқор отбасы, мейірбан отбасы болады екен, одан кейін тату отбасы болады екен, иә? Тамаша, отыра қойыңдар. Ал келесі топ, мейірімділік тобы шығамыз. Кәнекей, кім шығады? Айзере мен Жанна шығамыз ба? Иә, тамаша шығамыз. Кәнекей. Алысқа бармаймыз, беріңдер. Кәнекей, туыс бауыр дегенге қандай постер қорғадық? Кәнекей? Туыс бауыр шыншыл, мейірімді, әдепті, ауызбіршілігі мол, бақытты, қайырымды, қамқор, бауырмашыл, адал, жүрегі жылы. Туыс бауыр бір-біріне жанашыр болады, сүйіспеншілігі мол болады. Олар бір-бірімен тату болады, басқаларға үлгі-өнеге болады, ынтымақты болады. Бір-бірі ақкөңіл болады, тәрбиелі, ата-анасының тәрбиесін алған және сыйластығы мол, еңбекшіл, бір-біріне әрдайым көмектесіп жүретін. Тамаша. Туыс бауыр деген әрдайым бір-бірін қандай алады? Іздей жүре ма? Іздейсіңдер ма туыс бауырларыңызды? Иә, тамаша. Ал ары қарай сүйіспеншілік тобы сіздерде қандай сөз еді? Бізде ата-ана сөз. Иә, ата-ана сөзде. Кім ма? Айым мен? Рахымжан шыға ма? Иә, Рамазан. Ал кел. Тыңдаймыз. Ата-анамыз қандай екен біздің? Ата-ана ақкөңіл, шыншыл, қамқор, жанашыр, адал, еңбекқор, мейірімді болады. Ата-ана отбасының тірегі. Иә, тамаша. Ата-анамыз бізге әрдайым үлгі болады екен. Иә, бізге ата-анамыз қандай болса, біз де сондай болуға талпынады екенбіз. Иә, тамаша сұрау. Ал ары қарай біздер тамаша постерді жақсы қорғадық. Енді бізде ары қарай кітабымызда қарайықшы, 73-ші бетте екінші тапсырманы ауызша орындап көрейік, балалар. Ол жерде берілген абайдың төменде берілген сөздерін дейді. Үзінділерді оқып, өз ойларыңды ортаға салыңдар дейді. Бұл сөздердің бүгінгі өмірден байланысы туралы әңгімелеп беріңдер дейді. Ал бірінші сөзді кім оқиды, кәлесіз? Иә, айым оқимыз кәл. Адамның адамшылдығы, ақыл, ғылым, жақсыша, жақсыда, жақсы құрбы, жақсы ұстаза болады. Бұл жерде адамның өмірі туралы айтылған. Біз жақсы ұстаздан тәрбие аламыз, жақсы отбасынан, жақсы ұстаздан білім аламыз, жақсы отбасыдан тәрбие аламыз. Жақсы құрбымен дос боламыз. Иә. Тамаша. Кімнің қосары бар? Айтамыз ба? Екінші сөзді кім оқиды, кәлекей? Айым оқи қойшыдан. Балаға көбінесе 3 алуан түрлі мінез шығады. Біріншісі ата-анадан, екіншісі ұстаздан, үшіншісі құрбысынан. Бала қандай ортада жүрсе, сол жердегі қасиеттерді өз бойына сіңіреді. Ең алдымен ата-анадан, екіншіден ұстаздан, үшіншіден жақсы құрбыдан бойына сіңіреді. Отбасында ата-анадан жақсы қасиеттерді сіңіруге, мектебімізде ұстазымыздан, былай жүргенде қасымыздағы дос жолдас құрдастарымыздан, құрбыларымыздан жақсы мінезді бойымызға сіңіруге талпынуымыз керек. Иә, тамаша, иә? Иә. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың ары қарай ендігі бөлімі бізде қандай топпен бізде ән айтамыз. Тамашалап, жақсылап айтамыз, бәріміз қосылып.
Ал олай болса балалар, ары қарай 76 бетте бізде 4-ші тапсырма берілген екен, иә? Ол жерде өлең шумақтары берілген, ондағы айтылған оймен сөз, сый мен құрметтің нәтижелерін тауып айтып береміз дейді. Кәнекей, бір-бірден оқимыз. Ол жерде кәнекей. Батухан біреуін оқыш кәнекей біріншісін. Ата дегенді оқимыз кәнекей. Ата үлкен кәріміз, қуат берер дәріміз, әулиедей аялап, ардақтаймыз бәріміз. Ұстаз. Ал, не айтылған үшін? Ойымызды айтамыз, кәдім ойын кім айтады кәдімгі? Ондағы сөз бен ой, сый мен құрмет нәтижелерін дейді, себептерін, салдарын тауып айтып береміз дейді. Кәріміз деген не деген сөз? Кәріміз деген сөзді қандай ағыз? Ойын айтамыз ал, үлкен деген сөз бізде. Ал, қуат беретін дәріміз деген қандай сөз? Ал айта қояйын. Ата біздің отбасының тірегі, ол отбасындағы ең үлкен қария. Ол бізге күш қуат береді, біз оны әулиедей аялаймыз, және де ардақтаймыз. Тамаша, дәрідей, қуат беретін дәріміз. Әулиедей ардақтаймыз, иә? Құрмет етеміз деген сөз, иә? Ары қарай екінші сөз, сәте деген сөзді. Ал, өлең шумақ. Мейірімді апалар, балаларға кеп бата алар, қалтасынан кәмпитсақ немереге апарар. Ал, апа дегенді қандай мына жерде ойын ал? Апа мен Ал, жаңа айтамын. мейірімді апалар әрқашанда немересін ойлап жүреді. Балалар апалардан, аталардан, үлкен кісілерден кеп бата алады. Олардың жақсылығын естіп қуанады. Әрдайым жүрген жерінен тәттілер алып, немелерін қуанғысы келіп тұрады, иә? Тамаша. Ары қарай. Бағдәулет, тәте деген оқиықшы кәдімгі. Таудай менің талабым, айнамен ақ тарағым, алып беріп тартпадан тәте көңілін табам. Иә. Таудай менің талабым дейді. Менің талабым өте зор дейді. Ал айнамен ақ тарағым дейді. Апа алып берем тартпадан тәте көңілін табам дейді. Тәтемнің айна тарағын алып беріп, Оның көңілін тауып қамқорлық жасайын деген сөз, иә? Иә, қолған ақпын деген сөз ба? Дұрыс па? Тамаша. Ары қарай, аға дегенді кім оқиды кәнекей? Иә, мұғалім қоймай. Қиындықтан қыңбайды, атам сөзін тыңдайды. Жұмсап мені жұмысқа үлкендігін бұлдайды. Ал, айтамыз осы жерде. Әзір айта қойшы осыны, қалай түсіндің? Қиындықтан тыңбайды дейді. Атам сөзін тыңдайды дейді. Жұмсап менің жұмысқа үлкендігін бұлдайды дейді. Бұл аға бізге, иә? Біздің ағамыз үйдің тірегі, ағамыз бізді үлкендігін білдіріп, бізді жұмсайды. Қиындықта басымызға іс түскен кезде, қиындық болған кезде ағамыз бізді қорғаштайды. Атамыздың үйдегі үлкен кісілердің сөзін тыңдап, үлкен ер азамат болып өседі. Иә, тамаша. Қиындыққа мойымасын дейді, сендерді қиыншылыққа төзімділікке үйретеді деген, аға болып, иә? Ал ары қарай өзі туралы мен деген сөз. Кәнекей Асқар оқиды. Атам не айтса көнемін, апам көңіл бөлемін. Мен осы үйдің кенжесі, бәрі жақсы көреді. Тамаша. Ал ойымды айтады. Мен не айтса көнемін. Біз аталарымыздың еркесіміз ба үйде, мысалы? Аталарымыздың еркесіміз, біздің айтқанымыз ата әжемізге қандай заң ба? Олар біздің айтқанымызды көңілімізді әрдайым сөйлеп, көңілімізді тауып отырады, ата әже деген, үйдің кенжесімін, және еркесімін деп ата әжелерін еркелейміз балалар. Тамаша. Осымен ары қарай бүгін сабағымыз қорытындылай келе, үй тапсырмасын үйге келесі мәтін менің анам деген мәтінді үйде оқып келеміз, жақсылап балалар. Күнделікке жазып аламыз. Менің анам деген мәтін 74-ші бет деген оқулығымыздың. Иә? Ары қарай
осымен сабағымызды қорытындылап соңғы тыныштық сәтін орындай берсек, кішкене қазір мен оқып беремін. Көзімізді сәл жұмамыз. Енді көзімізді жұмып, осы сабақтан айтылған ойлар мен істерді ой елегінен өткізіп көрейікші кәдімгі. Бүгін не болды бізге? Барлық айтылған жақсы ойларды жүрегіміздің түкпіріне апарып, ойналастырайық. Енді көздеріңді ашыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Бүгінгі күндеріңіз сүйіспеншілікке толы болсын. Әрдайым содан кейін бүгінгі сабақта игерген жақсы қасиеттерімізді жүрегіміздің түбінде сақтаймыз. Тамаша, бүгінгі сабақ қызықты болды ма балалар сіздерге? Иә. Олай болса, отбасы дегеніміз не екен? Отбасы деген, отбасы әрбір мемлекеттің іргетасы дейді. Ол іргетас дегеніміз үй. Ол іргетас деген неден басталады? Бізден осы ұрпақтардан басталады деген. Сол үшін де іргетасымыз мықты болу үшін ұрпағымыз білімді, дені сау, өте мықты, білімді, өте ақылды болу керек екен. Мемлекетіміздің іргетасы мықты болу үшін. Сол үшін де қандай болуымыз керек біз? Өте білімді болуға, ақылды болуға, жақсы азамат болуға ұмтылады екенбіз. Тамаша. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.